Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай сочный әрі мощный болып шығатын дәл осындай шашлыктың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап жасап көруге кеңес беремін. Жасау жолы өте оңай. Бізде осындай үндіктің төс еті, бұл үндіктің еті тауықтың етіне қарағанда жұмсақ болып шығады, және де төс етін қолданғандықтан ешқандай артық сүйегі жоқ, өте дәмді болып шығады. Тауық етімен де жасасаңыздар болады, бірақ тауық етімен жасағаннан кейін тауықтың арасында сүйегі болады. Артық сүйектерін алам дегенше біздің етіміз азайып кетеді. Сол себепті осындай нағыз төс етімен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Төс етін барлығын алып болғандықтан осылай жақсылап жуып, тазалап, дайындап алатын боламыз. Және де оны бөлшектерге бөлеміз. Бізде дәл осылай жеке-жеке пакетикке салынғандықтан дәл осы бір төс еттен біздерден бір кауап, яғни бір шашлык шығады. Кесіп дайындағанға да өте ыңғайлы, сүйегінен ажыратып отырмайсыздар, тек қана осылай бөлшектерге бөліп ыдысқа сала бересіздер. Және де бұның еті тура жылқы етіне дәміне ұқсайды. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Осының үстінен кетчуп құятын боламыз. Кетчуп біздің шашлыгымызға әдемі қызыл түс береді, өте дәмді болып шығуына көмектеседі. Одан кейін артынша майонезді саламыз. Барлығын шамамен саласыздар, біз көз мөлшермен салдық. Нақты грамы жоқ. Барлығын сіздің қолданған еттеріңізге байланысты. Және де осындай арнайы шашлыкке арналған приправаны саламыз. Бұны да көз мөлшермен дәміне қарай салдық. Дәл осындай кауапқа арналған шашлыктер приправаларды қолдансаңыздар болады. Және де бізге кинза қажет болады. Кинзадан көп қоспаймыз. Осылай кішкене ғана кинзаны себеміз де. Және де кристалл, яғни осындай кристалл қолданамыз. Бұдан кішкене көптеу 2 ас қасықтай қолдандық. Ал қарапайым тұздан 1 ас қасықтай қолдандық. Бізде бұл жерде 5 килограмм төс еті. Соған шамалап тұзын салдық дәміне қарай. Енді осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Негізі осы тауық еті қанша көп маринадта тұрса, соншалықты дәмді болады. Өйткені дәмі сіңіп, әдемі болып тұрады. Сол себепті біз таңертең араластырып, дәл осылай маринадтап қойдық. Сосын кешкісін жасадық. Сіздер де осылай таңертең жасап, немесе кешкісін жасасаңыздар, дәмі сіңіп өте әдемі болып шығады. Кемінде 4-5 сағат тұру қажет. Қанша көп тұрса, соншалықты шашлыктарыңыз өте дәмді болып шығады. Кешкісін алып, дәл осындай палочкаларға барлығын орналастырып шықтық. 4-4-еуден бізде дәл осы 5 килограмм тауықтың төс етінен бізде 25 палочки шашлык шықты. Өте мол болып шығады, әрі тойымды. Осылай барлығын дайындап алдық. Және де шоқтың үстіне осылай 2 бетін қызартып пістіре бересіздер. Мен бұны жолдасым жасайды үнемі. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен де бөлісуге жөн көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Кафедегі шашлыктер бұл шашлыктың қасында қалып кететін болады. Расымен де дәмі өте дәмді болып шығады. Осылай 2 бетін қызартып пісіріп алдық. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге видеоны аса лайк басып, төменге пікір қалдырып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.